Ел жаңалықтары. 2017 жылдан бері ел аумағына инвестиция тарту мәселесімен айналысатын Қазақ Инвест ұлттық компаниясы бүгінде әр аймақтан өкілдерін сайлап, Қазақстанда инвестиция тарту бойынша фронт-офистердің жұмысын қамтамасыз етеді. Осы жобаның нәтижесінде көптеген шетелдік және ел инвесторлары түрлі кеңестерге жүгініп, көмек алып отыр. Биыл үкіметтің қаулысымен сыртқы инвестицияларды тарту мәселесі бойынша 3 деңгейлі жүйе қалыптасқан. Оның шеңберінде еліміздің сыртқы істер бойынша өкілдері Қазақ Инвест ұлттық компаниясының қызметкерлері бірігіп, сырттан келген әрі ел ішіндегі инвесторларға түрлі кеңестер беріп, тіпті индустрияға қолайлы орынды да тауып беруге көмектесуде. Қазақ Инвесттің өңірлік өкілдігі ол жергілікті әкімдіктермен бірге, осы жақтағы жергілікті инвестицияны сүйемелдеу агенттіктермен бірге инвестициялық жобаларды қолдаумен айналысамыз. Мынау шетелдердің стандарттарына сәйкестендіріп, үлкен төрттікке кіретін аудиторлық компаниялар тарту арқылы стандартталып жасалынады. Қазір фронт-офистердегі қызметкерлер қалыптасып, өздерінің жұмыстарын тиянақты атқаруда. Мәселен, Алматы инвестиция үйінде мемлекеттік органдар мен ұйымдардың жобаға қатысты мамандары бір орталыққа шоғырланған. Мұнда инвесторлардың таңдауы мен барлық сұрақтар бойынша кеңес алулары үшін тиімді жұмыс жүргізілуде. Еліміздің заңнамасы бойынша жалпы мемлекет тарапынан қарастырылған қаржылай немесе қаржылай емес көмектердің түрлері бойынша салық саласы бойынша көрсетілетін жеңілдіктер бойынша кеңестік консультативтік қолдау көрсетеміз. 2019 жылдың басынан бері Қазақстанға 12,1 миллиард ақш доллар көлемінде инвестиция тартылған. Сонымен қатар ұлттық компанияның мониторинг жүйесінде тағы да 170-ге жуық жоба пысықталуда. Олардың жалпы құны 46,4 миллиард ақш доллары. Бауыржан Жақсымбет, Ерболат Қуанышев, Қазақстан ұлттық телеарнасы.